Эссе дегеніміз арнайы жазылатын бір жұмыс. Бұның құрылымы осындай 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Әрбір бөлімдегі сөйлемдердің өзінің аты болады. Бірінші мысалы кіріспе бөлімде бірінші сөйлемің тақырыпты түсінген туралы сөйлем. Егер эссенің тақырыбы күрделі болса, мына сөйлемнің саны көбейе береді. Өзектілігі деген маңызды. Мысалы, эссені жазған кезде бір қоғамдағы маңызды мәселені шешейін деп жазады да, өйткені эссе деген ол бір тақырып туралы өзіңнің пікірің ғой, бір аргументтерге, дәлелдерге сүйеніп, сенің айтқың келген ойың, өзіңнің ойың еркін деп айтады. Дегенмен эссенің өзінің бір құрылымы болу керек. Өйткені оны тексерген кезде сол жаңағы құрылымға қарап тексереміз. Мына эссенің түсіндіру сөйлемі, айттым ғой, тақырып күрделі болса, ол көп болады, немесе қысқа болса, бір сөйлеммен түсіндіруге болады. Бұл жерде енді мысалы эсседе мынандай физикадан, химиядан, медицинадан жазған кезде көпшілікке түсінікті емес бір терминдер болады, соны түсіндіріп кетесің. Ол дегеніміз мысалы мынандай тақырып болса, Мұқағали Мақатаевтың көктем өлеңіндегі зат есімдер болса, зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздер деп көпшілікке түсіндіріп кету керек та. Сосын барып Мұқағалидың көктем деген өлеңі мынандай жылы жазылған, мынандай шумақтан тұратын деп сол екінші, яғни тақырыптың ішіндегі әрбір көпшілікке түсінікті емес ау деген сөздерді түсіндіріп кету ғой. Сөйтеміз да өзектілігіне келеміз. Бұл қазір көктем мезгілі болғандықтан, немесе көктем мезгілі келе жатқандықтан Мұқағалидың осы көктем мезгіліндегі айтылған ойдың көпшілікке қажет екендігін айту үшін осы эссені жазып отырмыз деген сияқты. Бұл бүгінгі күні жастар білетін өзекті мәселе деп, мысалы жұмыссыздық туралы айтып отырсақ, соның қоғам үшін қандай пайдасы бар? Өзектілік дегеніміз маңызы. Мынау неғұрлым тақырып күрделі болған сайын ол соғұрлым көп болады. Енді эссенің кіріспесіндегі тезис деген нәрсе, ол сенің дәлелдейтін нәрсең. Эссе көбінесе тақырыбы сұрау сөйлемдермен берілу керек. Кейде хабарлы болса, оны сен сұраулыға ойша айналдырып аласың. Мысалы, мұғалім мәртебелі мамандық. Ол хабарлы сөйлем. Сенен эссе жазған кезде сұрап тұр. Аркен, мұғалім мәртебелі мамандық па, жоқ па, қалай ойлайсың деп. Сен аргументтерің бар, мысалы, сенің анаң мұғалім, сенің тәтең мұғалім, басқа мұғалімдерді көріп жүрсің. Сөйтесің да сен, олар мен үшін мәртебелі ғой дейсің да, құдіретті ғой деп. Бүгінгі күні мұғалім мамандығы мәртебесі өте жоғары деп өзіңнің дәлелдейтін бір сөйлеміңді, сенің позицияң, ұстанымың, негізгі идеяң осы болады. Тезис есіңде болсын, бірақ сөйлем болады. Өйткені сен көп сөйлемді дәлелдей алмайсың. Оқушылар жазатын тезис, бірақ сөйлем. Яғни жаңағы тақырыптағы ойға сен келісетін, келіспейтініңді білдіресің. Ең алдымен осындай аргументативті эссені үйренейік, қалған кейін эсселерді осыған салып жазсаң, сен қателеспейсің. Өйткені эссенің түрлері өте көп. Жаңағы аргументативті эссе, әдеби эссе, сыни пікір деген сияқты. Осыны үйренеміз бірінші. Яғни мұғалім мәртебелі меніңше бүгінгі күні онша мәртебелі емес, соны сен мына жақта дәлелдеймін десең, онда соны жазасың. Кіріспе бөлімнен егерде негізгі бөлімге өтуші сөйлем керек болған кезде мынаны жазасың. Яғни негізінен бірінші сөйлемде осы тақырыпты түсінгені туралы өзектілігі және тезис болу керек міндетті түрде. Сосын негізгі бөлімге келдік. Мына екеуі негізгі бөлім. Негізгі бөлімде енді мына көп болып тұрғанмен бұл жерде мына бірінші пікірің жазасың. Мұғалім мамандығы бүгінгі күні мәртебесін жоғалтып бара жатқанын мен көп естимін десең, ол сенің пікірің. Сосын соған қатысты аргумент деген дәлел. Мынау сенің пікіріңді дәлелдейтін аргумент керек. Өйткені мектеп бітіретін оқушылардың 100% деп алатын болсақ, соның 20% ғана мұғалімдік мамандықты таңдайды. Бұл 20% деген цифрлар, бір ғалымдардың нақыл сөздері, ғалымдардың жаңалықтары, зерттеулер, бір кітаптан алынған өлеңдер, ақынның, олар сенің пікірді дәлелдейтін аргументің болады. Міндетті түрде аргумент, екі аргумент тауып алуың керек бірінші. Сол аргументің бар болса ғана сен сол позицияны таңдауың керек. Немесе керісінше дәлелді нәрселеріңді бірінші қойып аласың да, сосын барып соларға дәлел іздейсің. Дәлел болмайынша сенің тақырыбың ашылмайды.
Енді анализ деген нәрсе сараптама. Енді мынаны бүйтіп қоя салмайсың ғой, дәлел дейді. Бұдан біз мынаны көреміз. Яғни мұғалім мамандығының бірте-бірте төмендеп бара жатқандығын көреміз. Енді мыналар абзацсыз қорытындылаушы сөйлем дегендердің бәрі сол мынаған қатысты. Егер мына жерде ой көп болып қорытындылау керек болып тұрса, қорытындылайсың. Ал жаңағыдай ғана қысқа ғана жазып кететін болса, онда негізгі бөлімге өтуші сөйлем де керек болмайды. Ал екінші пікірім менің, негізі біріншіден, екіншіден деген қыстырма сөздер эсседе көп болу керек. Эссенің негізгі байланыстырушы құралдары сол қыстырма сөздер. Мысалы мына жерде тезисте меніңше деп жазып кетуге болады. Ғалымдардың пікірінше деген пікірді жазып отырған кезде біріншіден деп аргументті, екіншіден деп екінші аргументіңді байланыстырып отырсаң, өзіңде ойдан шатаспайсың. Ойдың логикалық байланысы деген сол жаңағы сен жазып отырған кезде, мысалы жолмен келе жатырсың, білесің ғой, қай светофор, қайда бұрылу керек, сол сияқты жолмен келе жатқан кезде мына жердегі тақырыптан сен ауытқып кетпеу үшін осы ретті біліп жазып отыруың керек. Енді негізінен сонда тезисті қолдаушы пікірің болады, сосын соған қатысты аргументің, сосын сол екеуін талдайсың. Екінші аргументпен де тура сондай. Тезисті қолдаушы пікір, сосын дәлелің, сосын анализ. Содан кейін осы жазып болғаннан кейін барып, осы абзацты қорытындылап қойсам болады. Мен енді осы жерде осыған байланысты мынандай нақыл сөзді келтіріп кеткім келеді. Мысалы, түйіндеп біреудің сөзімен. Содан кейін барып, мына қорытынды бөлімге өтеміз. Қорытынды бөлім осы жердегі айтылған ойлардың түйіні, яғни сен осы жерде мына жерде бір мәселені жаздың ғой, сол мәселені шешудің жолын ұсынасың. 2-3 ұсыныс, шешім. 2-3 жазсаң болады. Сосын енді құрылымын біліп алған жақсы. Бүкіл 100% деп алатын болсақ, 60% негізгі бөлім болады. 10% ғана қорытынды бөлім болады. Қалған неше пайыз қалды? 30% кіріспе бөлім. Түсіндің ғой? Құрылымы сондай болады. Осы құрылымды сақтасаң, сен кез келген тақырыпты алып шыға аласың. Негізгі айтайын деген эссе туралы осы. Енді қазір біз қазақ тіліндегі бір тақырыпты алып, эссені сен өзің бірінші не қылып ал, андай жоспар құрып ал. Жоспар міндетті емес, бірақ жазып отырған кезде ойдан шатасып кетпеу үшін жоспар құрып алған жақсы. Жоспар құрып аласың. Мына жерде мынаны айтамын, мына жерде мынандай. Ең негізгі бірінші сол тақырып бойынша мынандай қазақ тілі ма, қазір енді бұрын әдебиеттен жазатын еді, қазір қазақ тіліндегі тақырыптар бойынша эссе беріліп жүр емтиханда. Емтиханға дайындалу барысында сол бүкіл бөлімдегі тақырыптарды қарастырған жақсы. Қандай тақырып қазір, қандай бөлім болып жатыр қазақ